Сәлем достар, арыстан жұлдыз белгісінде туған жандар үшін маусым айына расклад жасайтын боламыз. Кеттік. Арыстандар, өз-өзіне сенімді жандар, көшбасшылар. Сырт көзге бір қарағанда бір кішкене тәкаппар болып көрінуі мүмкін, иә? Бірақ на самом деле арыстандар өте шынайы, шындықты жақсы көреді. Кеттік. Маусым айы қандай болады екен? Жалпы энергия қандай маусым айының? Арыстандар, маусым айында сіздер жаныммен, тәніммен демалғым келеді. Өмірдің мәнін түсінгім келеді. Ойыңызды жинақтағыңыз келеді. Бұл жай ғана бір жерге барып, демалып, ондай емес. Именно болады ғой, өзіңмен өзің, бір жан дүниеңе қарап, бір шешімдер қабылдап, тоқтап, демалып, күш-қуат жинау деген сияқты сондай күйде боласыз. Бәлкім сіз отпускіге шығасыз, бәлкім жалпы көңіл күйіңіз сондай болады, иә, үнемі бір арпалыс, жанталасу. Ал маусым айында сіз тоқтап, демалып, сөйткіңіз келеді, в общем. Ағырай кеттік. Жұмыс және қаржы мәселесі. Жұмыс және қаржы мәселесі қандай болады екен? Жұмыс және қаржы мәселесі. Перспективалар. Өсу. Дамуға, масштабты көбейтуге әрекет. Сіз тек қана бір күндік, 2 күндікпен өмір сүрмейсіз. Сіз маусым айында ары қарай дамығанға, масштабқа шығуға бір жоспар құрайсыз. Тек қана жоспар емес, сонымен қоса әрекет. Мысал үшін, сіз бизнес егері болсаңыз, сізде, например, бір точка бар, иә? Сіз оны көбейткіңіз келеді. Соны көбейтуге әрекет жасайсыз. Мемлекеттік мекемеде жұмыс жасайсыз. Сіз карьера бойынша өскіңіз келеді. Сол өсу үшін сіз бәлкім категорияңызды көтересіз, немесе курсқа барасыз, немесе бір конкурсқа қатысасыз, проект қорғайсыз. В общем, даму, өсу, масштабты көбейту деген әрекетте боласыз. Ары кеттік. Қарым-қатынас. Арыстан. Қарым-қатынаста бәрі шынайы, әдемі болғанды ұнатады. На высшем уровне болу керек қой арыстан үшін. Таңдаған жары. Арыстан. Маусым айында қарым-қатынас бойынша таңдау картасы шығып тұр. Бәлкім сіз бойдақсыз. Сіз бойдақсыз, немесе 2 адамның арасынан таңдайсыз. Не болмаса, жұмыс бойынша сізге бір көшу болып тұр, бірақ сіздің кездесіп жүрген махаббатыңыз басқа қалада, сол себепті ойланасыз. Отбасылық адам болсаңыз, онда да сізде таңдау болып тұр. ары қарай отбасыммен болайын ба,
Жоқ әлде кішкене көбірек жұмыс алып, жұмыс жасап, ақша табайын ба? Осы демалыста ауылға мені шақырып жатыр. Жоқ әлде үйде бола берейін ба? Бір таңдау ситуациясы. Не болмаса, ары қарай қарым-қатынасты қалай жақсартсам деп таңдау жасайсыз. Ситуация выбора. Таңдау. Бірақ қай таңдау жасамасаңыз да, бұл таңдау негізі отбасыға қарай болады. Отбасы, қарым-қатынасқа. Ары қарай кеттік. Қандай қандай кедергілер болуы мүмкін маусым айында? Кедергілер. Бәлкім алдын алуға болады, е? Кедергілер. Қаржы, финансы жағын қарастыратын болсақ, жоспарламаған бір шығындар болуы мүмкін. Бұл той, туған күн, жоспарламаған жерден бір кафеге бару, не болмаса жалпы жоспарламаған бір шығындар финансылық. Тағы да кедергілер. Егер де жұмыс жағын қарастыратын болсақ, онда мысал үшін сіз міне карьерный рост, сізде келе жатырсыз, бірақ тағы да бір адам пайда болуы мүмкін. Сіздің жолыңызда сізге бөгет болып тұрған. Қарым-қатынас жағын қарастыратын болсақ, бір тағы да үшінші адам пайда болуы мүмкін. В общем, бұл кедергі. Ары қарай кеттік. Даму бағыты. Даму бағыты, өсу нүктесі. Даму үшін, өсу үшін не істеу керек? Қандай ситуациялар болуы мүмкін? Даму үшін, өсу үшін жауапкершілік пен міндеттерден қорықпаңыз. Мысал үшін, сіз жұмыс жасайсыз. Сізге даму үшін, өсу үшін жаңа бір жұмыс айтады, должность дейікші, лауазым ғой, должность деген. Бірақ ол жерде жауапкершілік көп болып тұр. Қорықпаңыз. Өскіңіз келсе, дамығыңыз келсе, сіз жауапкершіліктен қорықпау керексіз. Не болмаса, сіз бизнес иегерісіз. Сізге өсу керек болып тұр. Бірақ ақша салғанға қорқып тұрсыз. Бәлкім біреуден қарыз алу керек, немесе кредит алу керек. Бірақ шығын болмай, табыс болмайды. Сіз бизнесіңізді өсіріп, дамытқыңыз келсе, сіз оған салу керексіз. Көрдіңіз бе? Бұл да жауапкершілік, міндет. Бірақ одан қорықпау керек. Дамып, өскің келсе. Ары қарай кеттік. Кеңес картасы. Карта қандай кеңес береді сізге? Арыстан. Андай состояние болуы мүмкін, да? Ештеңке қызықтырмайды, ештеңке істегім келмейді, түк қызық емес, түк қызық жоқ болып жүр последний уақытта деген. Жоқ. Үйтіп істеуге болмайды. Құдай саған осы өмірді берді. Аман есенсің, саусың,
на ровном месте мұңаюға болмайды. Мұңайғанның түбі жаман. Сол себепті мұңайма. Бар дүниеңді бағала. Мүмкіншіліктерді пайдалан, іс-әрекетте бол, сонда сен өсесің. Сонда өмірге деген құштарлық болады. Мұңайып отыра берсең, ай, анау ұнамайды, мынау ұнамайды, түк қызығы жоқ, сол жүрген әшейін, үйтіп ойласаң, ешқандай өсу, даму болмайды. Сол себепті мұңайма дейді. Ал арыстандар, бұл сіздерге маусым айына расклад. Сау болыңыздар. Жеке расклад керек болса, онда WhatsApp арқылы хабарласасыңдар. Бұлай жалпылай емес, үлкен қылып жеке консультация, расклад жасап беремін.